айтпай-ақ үйімдегіні айтайын. 12 жасар қызымның результаты вообще шикарный. По паразитологии. 15 мынаны капсуланы біреуін 4-ке бөліп іштік. 15-ші күн қызымдікі басталды. 15 күннен кейін біреудікі демде басталады. Біреудікі 10 күнде, біреудікі 15. Мен қызымдікі 15 күнде басталды. Диагнозы? Лямбля. Печень. Мен 12 жасар қызым бетін мынандай дақ-дақ болып жүр. Нені ақтамлап, вот это. Неприятно, да? И вообще аппетит жоқ. И барат аяға барып жатады, ұйықтай береді. Мияға келіп жатады, ұйықтай береді. Мен 12 жасар деген қыз жүгіріп, мен вообще тынбайтын 12 жасармын да. Секіріп, ол вообще секірмейді да, ұйықтай береді. И сабаққа несі жоқ, қызығушы жоқ. Мен сөйтіп докторға апарсам, у вас анализ тапсырған кезде, у вас лямбли деді. Вот так вот, да, көп анализді тапсырып. И аскарида деді, енді очень много деді. Да, много. Ага, кейін мынаны бере бастағаннан кейін, осыны 15-ші күні оның аяқ қолдары қақсай бастады, суставтары. Мама и басым айналып жатыр дейді. 12 жасар қызың басы айналған ес, аяқ қол қақсаған ес дедім да. Сөйтіп, женщине звондасам, женщина айтады, это значит, у нее пошло. Чистка кетті деді. Сөйтіп, температуралай бастады, іші ауыра бастады. Температуралағанда дәрі берсең де не қылмайды, вообще түспейді температуралап. Дәрі берген жоқ, бір әрі цитрамонның жартысын беріп қойсам түспеді. Мен су іше бер қызым дедім. И мынаны тоқтатқан жоқпын бірақ. Сөйтіп 5 күн жүрді сөйтіп. Шайқатылып үйде, как раз қыздар үйде ол кезде офисіміз жоқ еді. Үйде офис еді, сол кезде шайқатылып жүрді. Қыздарым жерде, маған не болған дейді. Іші ауырып жатыр деп қоямын ғой енді қызымды. Не болып жатқанын өзім де білмеймін. Деп сөйтіп 20 декабрьде таң азанмен мама деп шыңғырып жүрді. Туалетке барсақ, унитаздың ішіне қарап болмайды ғой. Деп жатыр, бүйтіп алып. Өзім қорқып кеттім. Сөйтіп жүгіріп барып сотканы түсірейсіп, қызыма қорқадан ағыздырып жіберіпті. Осы дедім, мақұл деді. Вот құрттары түсті. 20 күн, 15-ші күн қозғады. 20 күн дегеннен кейін құрты түсті. 5 күн бірақ та қызымды апарып алып келді. Баратын жеріне барып келді қызым. Мектепке де сабаққа да бармай қойды. Сөйтіп жүргенде сол күні целый день іші өтті. Іші өткенде қалай өтті? Ана унитазы барып фейлмен жуатын болдық қой. До того жирное, что-то, я не знаю, что у нее. Что-то у нее, откуда что-то выходило, он түсінбедім мен, да? И сөйтіп жағыны, и вот целый день у нее нитки. Мама барам дейді, ішінен жіп шығып жатыр. Жіптер. Оны, наверное, да? Личинки, вы? Личинки, я не знаю. Потом она мне показала, вечером показала, какие-то вот шарики вышли. Сок бар ғой, сок. Сок болса, майда бірдеңкелер. Мен тұқымдарыма неме беледі енді. Сөйтіп, температура түсе бастады, іші тоқтады, ауырғаны, аяқ қол қақсағаны тоқтады. Мен бір жерге оқыған паразиттер до того сүйекке дейін өтіп кетеді екен ғой. Соның бәрін қозғады ғой. Аллаға шүкір, Аллаға мың бар шүкір, тоба. Мен қызымды келешектегі ауруынан сақтап қалдым. Может, келешекте ол какой-то бір суставной ауру болар ма еді, оны білмеймін ғой енді. Содан құтылдық. Қазір деген жүгіріп жүр, екі бет қызарып, аппетит отличный. Сколько лет? 12. Я смотрю, она по дому что-то стала делать, посуду моет, дочка. А то вообще, когда придет, вечно спит, ничего не может. Ничего, сейчас несі жоқ та, қазір пылесостап қояды. Кеше посудан жуып, сөйтіп. Құдайға шүкір. Қызымда сондай результат. Баламда күшті результат, варикоз 15 жасында, ол жастар не бір-біріне қызығып жаңағы аяғына штанга ма бірдеңке, білмеймін енді, какой-то тяжесті көтерген ғой, и аяғына варикоз шығарып жүрген, мынандай болды. Ну, потом мне сказали, что это варикоз не, вот какой-то печеньде ма, бірнесе бар. Зато ондай салмақ негізі. Енді да, оны мен білмеймін, врач емес. Сөйтіп, мынаны бере бастадым. Бір 5 күн, жоқ, может, рапта өтті. Жаңа азанда қарасам, үсті ашылып қапты да. Жаурамасын деп, жауып қойсам, мен қарасам, аяғында варикоз жоқ.
сөйтіп ағаң балам тұр варикозың жоқ десе қуанады. Адам уже жазда ол шорты кие алмайтын еді. Жүрсе балалар мазақтайды. Не қатын болсып аяғыңда наныңды тамыр ішіп кетсе туған қатын болса. А сейчас нормально қуанады. Так что мен үйімде, менде результаттар, мен азған жоқпын, сразу говорю, біреулер азды, туда-сюда, мен азған жоқпын. Но я постранила. Мен сүйретім бар, ана жеріне вообще качокпын, мынандаймын, қазір нормально. Мынаны бәрі бүйтіп жиырдым, мен білмеймін, түсінбей қалдым, әйтеуір бәрі бүйтіп жиырдым, бірдеңке болдым әйтеуір. Потом у меня машинки, вот это, мойнында машинка, целлюлит кетті у меня, сейчас вообще ровный. Ұят болсын да, так что осындай результат. Потом мама. Вот мама рассказала. Вот мамамда жақсы результат бізде. Мен мына алтын әпшем, бәрін мамамыз бір ғой деп қойсам да. Мама да жаңа айтып кетті ғой. Ұмытып қалатын еді, қаяқта не тұрғанда айтады, туалетке апарып алып келетін еді. Потом ана ыстық мұздай, оны газға барып қала беретін еді. Ұмытып кетеді да. Қазір нормально все. Қазір тамақ пісіріп, әдем болып жүр мама. 80 жаста. 80 жасар. Мамам бүйтеді анада. Сіңлісіне звондап жатыр, Новый годты поздравлять етіп жатыр. 2018 жыл дейді. Мен 18-ге толайын деп жатырмын ғой. Так что ішіңіздер, емденіңіздер, ем болсын. Жаңа кеше Манар айтқандай, бұны Алла Тағаладан келген бұл. Болмасам бір шипа бұл. Мен оны бір адамның дұрыс через адам да, енді адам бұны ойлап тапты ғой енді. Бәрімізге таныс шөп бұның ішіндегі. Бір жақтан келген шөптер жоқ. Адам себет қылып жатыр да? Иә, сол адам алып, әдемілеп мұнаның ішіне жинап капсуланы да, до того пропорциясын келтірген ғой. Осы уақытқа дейін ішіп жүрген бадыларымызды әсері ұзақ болатын еді. Көп ішу керек еді. Бұның до того пропорциясын әдемілеп келтірген, эффективный эффект береді, жақсы, тез эффект береді. Ал мына осы енді айта берсем, эмоция наполняется. Кішкентай 3 жасар, 4 жасар балдарға болады ғой? Болады. Кейін мен